Қымбатты оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қайырымдылық сүйіспеншіліктің бір көрінісі, отбасындағы сүйіспеншілік. Оқу мақсаты әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру. Ғаламтор, энциклопедия, газет, журналдар, оқулықтардан алған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау. Бүгінгі сабағымыздың эпиграфы Ілияс Есенберлиннің «Егерде ең ұлы ашылымдар болмаса, бәрібір адамзат өмір сүрген болар еді. Ал сүйіспеншілік жоқ болса, ол тез арада құрып бітер еді» деген сөзімен бастаймыз. Оқылым мәтініне назар аударыңыз. Қытай жұртында ескі заң бар. Біреуді алдағандығы мойнына түскен кісінің қолын кесетұғын. Бір төре осындай іспен күнәлі болып, әлгі айтылған жазаны беруге тұрғанда, күнәлі төренің жас қыз баласы әкем үшін жауап беремін деп мәлім болды. Қызды патшаға алып келісті. Тақсыр патшам, деді қыз, менің әкем жазаға лайық болғаны рас. Соның үшін қолынан айырылуы керек болды. Мінекей, тақсыр әкемнің қолы деп өзінің қолын көтерді. Бұл қолда менің жазықты болған атамның қолы, бірақ мұнымен бала-шағаларын асырауға шамасы келмейді. Бұйырыңыз, тақсыр, осы нашар қолын кесіп, жұмысқа жарап, бала-шағаларын асырайтын қолын атама қалдыруға. Патша баланың мұнша атасына мейірімділігіне рақымы келіп, төренің күнәсін кешті, дейді. Міне балалар, біз бұл мәтіннен нені бақылаймыз? Отбасы мүшелерінің бір-біріне деген сүйіспеншілігін бақылаймыз. Жаңағы сабағымыздың эпиграфында айтылғандай, сүйіспеншілік болмаса, адамдар өмір сүре алмайды. Енді мәтінмен жұмыс жасайық. Мәтіндегі рақымы түсіп, күнәсін кешу, аман қалу, жазықты болу, шамасы келмеу тіркестерінің мағынасын түсіндіріңдер. Мәтіндегі етістіктерді тауып, оларды сөз құрамына қарай талдаңдар. Мәтіндегі ойды жалғастырып, әке мен бала тақырыбына эссе жазыңдар. Ары қарай тілдік бағдар есімшенің сөйлемдегі қызметі деп аталады. Есімше жіктеліп келіп, сөйлемнің баяндаушы қызметін атқарады. Есімше зат есімнен тіркесіп келіп, немесе ілік септікте тұрып, анықтауыш қызметін атқарады. Есімше атау септікте тұрып, бастауыш қызметін атқарады. Есімше атау мен ілік септіктен басқа септіктердің бірінде тұрып, толықтауыш қызметін атқарады. Есімше барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктердің бірінде тұрып, немесе шылау сөздермен тіркесіп, пысықтауыш қызметін атқарады. Тапсырма орындаңыз. 108-ші беттегі екінші тапсырма. Есімшелерді тауып, сөйлемдегі қызметін анықтаңдар. 3-ші тапсырма. Мәтінді оқып шығып, тақырып қойыңдар. Тыңдалым мәтініне құлақ салыңыз және мына тапсырмаларды орындаңыз. Қайырымдылық адамның асыл қасиеттерінің бірі. Қайырымдылық ізгіліктің анық көрінісі болып табылады. Адамның айналасындағыларға деген ықыласы мен көмегі адамгершілік қарым-қатынастарын білдіреді. Қайырымдылық ұғымының екі қыры бар. Бірі рухани экономикалық жағы, басқаның басына түскен ауыртпалықты қабылдау. Екіншісі іс тәжірибелік жағы, іс жүзінде нақты көмек беруге ұмтылу. Сондай-ақ қайырымдылық этикалық және интеллектуалдық болып та бөлінеді. Этикалық қайырымдылыққа ұстамдылық, батылдық, жомарттық, әділдік жатады. Ал интеллектуалдық қайырымдылыққа даналық, парасат, ақыл-ой тапқырлығы мен өткірлігі, сезімталдық жатады. Адам өз ұрпағына
қайырымдылықты жастайынан үйретіп, адамгершілік қасиеттерге баулуға ұмтылады. Біреуге жақсылық, жан-жануарларға, табиғатқа қамқорлық жасау қайырымдылықтың көрінісі. Рақымды, мейірімді, жан жылуы мол адамды қайырымды адам дейді. Ал ешкімге жаны ашымайтын, жүрегінің жылуы жоқ, қатыгез адамды қайырымсыз деп атайды. Қайырымдылықты мүсіркеушілік және жарылқаушылық деп те түсінуге болады. Ол кейде әлеуметтік жағдайы төмен жандарға көмектесумен, қайыр садақа берумен де көрініс табады. Қазір біздің елімізде түрлі қайырымдылық қорлары ұйымдастырылған, қайырымдылық іс-шаралары өткізіліп тұрады. Міне балалар, тыңдалым мәтіні бойынша мәтіннен басты ойды ашатын үш сөйлемді тауып жаз. Мәтіндегі есімшелерді тауып, олардың сөйлемдегі қызметін анықтаңдар. Мәтіннен күрделі етістіктерді тауып талдаңыздар. Сабағымызды мақтау сэндвичі әдісімен қорытындылайық. Пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар. Сіздерге қайырлы білім болсын, зейіндеріңіз ашылсын. Назарларыңызға рахмет.